Сәлеметсіздер ме? Мен Исамадин Данияр. Маңғыстау облысы Ақтау қаласының номері 13 гимназиясының 11 сынып оқушысымын. Мен бала кезімнен әділ, білгір заңгер болуды армандап келемін. Мені қоғамдағы заң саласындағы түрлі қателіктер қатты алаңдатады. Соңғы жылдары әлемде діни ахуал шиеленісіп кетті. Әлем біртұтас жүйе болса, Қазақстан соның бір бөлшегі. Сондықтан мен өзімнің жетекшім Айжан Сәлімқызымен ақылдаса отырып, Қазақстандағы зайырлық тақырыбын зерттеймін деп шештім. Бірақ тақырып мен ойлағаннан әлдеқайда күрделі болып шықты. Зерттеу тақырыбын Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет, отандық және шетелдік тәжірибе, салыстырмалы құқықтық аспектілер деп алып, келесі жұмыс жоспарын құрдық. Зайырлықтың шығу тарихы, зайырлықты классификацияландыру мен шетелдік тәжірибе, ислам зайырлы дін, қазақ даласындағы зайырлықтың ұғымы, Қазақстан Республикасының зайырлығының ерекшеліктері мен нормативтік құқықтық актілері, Қазақстан Республикасының зайырлығының ерекшеліктері мен тәжірибе мен ұсыныстар, және де қорытынды. Зерттеу тақырыбының құндылығы мен өзектілігі. Діннің қоғам өмірінің барлық жақтарына әсер етіп, қоғамдық дамуға зор ықпал еткендіктен, ол туралы дұрыс көзқарасты, түсінікті қалыптастыруда зайырлы діни білім берудің басты мақсаттарының бірі болып табылуда. Зерттеу жұмысының мақсаттары мен міндеттері. Бұл ғылыми жобаның басты мақсаты зайырлық ұғымын комплексті түрде практикалық, теориялық тұрғыдан зерттеу. Отандық құқықтанушылар, тарихшылар, теолог дінтанушылардың еңбектері мен құқықтық нормативтік кесімдерімен оқып таныса отырып орындау, зерттеу жүргізу. Жұмыстың мақсаттары: зайырлық ұғымының шығу табиғатын, қалыптасу кезеңін зерттеу, зайырлы мемлекеттердің 4 моделін анықтау, талдау жасап, түсінік беру, діни ұйымдар мен бірлестіктердің мемлекеттік іс-әрекетіне және діни құқықтық жүйесіне әсер етуіне қарай жіктеу, отандық шетелдік тәжірибені анықтау, Қазақстан Республикасының құқықтық нормативтік кесімдердегі зайырлық ұғымының түсінігін туралы зерттеу. Ғылыми жобаның мақсаттары бір мақсат жолында біргедегі, ол өсіп келе жатырған ұрпақ пен мемлекет азаматтарының зайырлық ұғымына қатысты құқықтары мен бостандықтары бағытындағы құқықтық санасын дамыту. Осы мақсаттарды жүзеге асыра отырып, ғылыми жоба өз алдына міндеттер қояды. Зайырлық ұғымының шығу табиғатын, қалыптасу кезеңін зерттеу арқылы кең ауқымда тануды үйрену. Зайырлы мемлекеттердің модельдерін білу арқылы мемлекеттік құрылымы мен мемлекеттің орналасу географиялық ерекшеліктерін ескеру міндеті. Зайырлы мемлекет ұғымын түсіндіруде библиографиялық зерттеулер жүргізу міндетті деп есептеймін. Жұмыстың өз дәрежесінде орындалу міндеті. Осы тақырыпты зерттей отырып, қандай ғылыми жаңалық аштым. Зайырлы мемлекет ұғымы туралы отандық және шетелдік библиографиялық еңбектермен, ғылыми мақала, оқулықтар мен дінтанушы ғалымдардың еңбектерімен таныса отырып, зайырлы мемлекеттердің 4 моделін анықтадым. Қазақстан Республикасының құқықтық нормативтік кесімдеріндегі зайырлы мемлекет түсінігін комментарийлер арқылы оқып, түсініп кең мағынада талдап үйрендім. Және шетелдік тәжірибе ұғымында мемлекеттердің географиялық орналасуы, атап айтқанда көрші мемлекет ұғымының ықпалдастығы және экономикалық ықпар берген мемлекеттердің діни зайырлық ұғымында ықпалы бар екендігін ғылыми жаңалық ретінде нақты жариялай аламын. Зайырлы қоғамның жағымды жағынан бөлек жағымсыз жағы бар екенін білдім. Оның алдын алу ұсыныстарды бере аламын. Мұсылман және православиялық христиан бағытындағы діндарлардың зайырлық туралы көзқарастарына талдау жасадым. Қазақстандағы түрлі этномәдени бірлестіктердің Қазақстандағы зайырлық туралы көзқарасын зерттедім. Зайырлық ұғымының тарихы сонау ежелгі Эпикур заманынан бастау алады. Кейін орта ғасырда схоластика уақытында кеңейтіледі. Француз буржуазиялық революциясынан соң кеңінен тарайды. Қазіргі кезде Франция, Германия, Скандинавия, Ұлыбритания, не Түркия, Алжир, Марокко сияқты мұсылман елдеріне бір-біріне ұқсай бермейтін зайырлықтың формалары қалыптасқан. Мен Маңғыстау облысының діни басқармасы теологы Азат Тасболатпен сұхбаттасқан кезімде осы түркі еліндегі зайырлық тәжірибесі туралы мынандай бір қызықты ақпарат алдым. Түркия зайырлы мемлекет, бірақ мемлекеттік діні ислам діні. Мемлекет ислам дінін қаржыландырады. Түркия басшысы Ердоған мұсылман лидері болуға тырысады. Ол ислам діні атынан сөйлеп те жатады. Мәселен, егер Қазақстанда жеке куәліктің артқы бетінде жеке азаматтың ұлты жарияланып тұрса, ал Түркияда азаматтың куәлігінде оның діни сенімі көрсетіледі. Мәселен, Қазақстанда діни партияларға рұқсат етілмесе, Түркияда сондай партияларға рұқсат бар. Ресейлік зерттеуші Понкиннің кітабын оқып зерттеп қарағанымда зайырлық моделінің 4 түрі бар екенін білдім. Олар преференциялық, эквипотенциялық, контаминациялық және де идентификациялық. Қазақстан соңғы модельге сәйкес келеді. Мұнда өздерін зайырлы еліміз деп жариялай отырып, діни әсерді шектейді, діни құқықтық жүйеден бас тартады. Мемлекет заңдарында діни некелікке тыйым салынады. Әйелдер құқығы қорғалады.
діннің қоғамға әсері қатаң бақылауға алынған делінген. Қазақ хандығында мұсылман дінбасылары ешқашан ел басқармаған. Олар билер кеңесімен қатар әрекет еткен. Хан екеуін тыңдап, шешімді өзі қабылдаған. Хан ешқашан молданың ісіне, молда ханның ісіне араласпаған. Ал патшалық Ресейдің кезеңінде зайырлық қағидаттары қолданылған жоқ. Кеңестік кезеңде атеистік қоғам орнады. 1918 жылы Ресейде жарлық бойынша шіркеу мемлекеттен, мектептен ажыратылып, дін бостандығы қамтамасыз етілсе де, сол жылы тамыздағы жарлық 1929 жылы 8 сәуірде бүткіл ресейлік атқару комитеті діни табынулар туралы жарлығына сәйкес дін саласы қатаң бақылауға алынады. Ал 1936 жылы Кеңес одағының Конституциясының 124 бабына сәйкес Кеңес үкіметінің өз азаматтарының бостандығын қамтамасыз ету үшін өзін зайырлы қылып жариялағанымен, іс жүзінде діни сенімі шектеуші атеистік мемлекет болып қала береді. Тек 1943 жылы КСР басшысы Сталин иерархтармен кездесіп, нәтижесінде КСР-да Орыс православия шіркеуінің кеңесін құру туралы шешім қабылдайды. Ал еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң қабылданды. Мемлекеттің басты байлығы адам және адамның өмірі, оның құқықтары мен бостандықтары болғандықтан, діни сенім бостандығы азаматтардың конституциялық құқықтарының қатарынан орын алды. Қазақстан Республикасының Конституциясының 1 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасы өзін демократиялы, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Зайырлы қол діннен бас тарту емес. Елбасы Назарбаев былай деді: зайырлы мемлекет және қоғам ол біздің тарихи таңдауымыз. Зайырлы ол атеистікті білдірмейді. Зайырлы ол озық, ашық, толерантты қоғам. Біз дәстүрлі діндерді қолдаймыз және кез келген экстремистік топтардың түрін мойындамаймыз. Жастарды радикалды діни ағымдардан қорғауымыз керек. Сондықтан Қазақстанның діни қайраткерлері осы жолда жұмыс істейді. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясының 22 бабына сәйкес әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. Ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеуге тиіс делінген. Және де Конституцияда тегіне, әлеуметтік, лауазымдық, мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты, сондай-ақ басқа да жағдайларға байланысты азаматтарды кемсітуге тыйым салынады. 14 бап. Әркім қай ұлтқа, қай партияға, қай дінге жататынын өзі анықтауға, оны көрсетуге, көрсетпеуге хақылы. Бұзуды мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді. Соғысты әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни топтық, рулық, астымшылықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға не үгіттеуге жол берілмейді. Тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдықтарында елдің рухани келбеті айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. Діни қызмет жанданды, діни бірлестіктердің саны артты. Олармен бірге деструктивті діни әрекеттер байқала бастады. Мұның қауіпті жағы бар. Маңғыстау облысының діни басқарма өкілдерімен сұхбаттасып, қауіптік жолдарын сұрағанымда олар ғаламтор желісі, әсіресе YouTube каналы, Skype қосымшаларының сол уақытта ашық қолжетімді қатаң бақылаусы болғандығын атап айтты. Сондықтан заңды нормаларда қазіргі жағдай сәйкес келтіру мақсатында діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңына 1494, 1497, 2004-2005 жылдарда бір қатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Ал 2011 жылы 18 мамырда дін саласындағы дербес өкілетті орган Қазақстан Республикасының дін істері агенттігі құрылды. Ол 2011 жылы 11 қазанда мемлекеттік дін саласындағы стратегиялық бағытын айқындайтын діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңын әзірлеп қабылдады. Заңда халықтың мәдени, рухани өмірінің дамуында ханафи бағытындағы ислам және православия христиандықтардың тарихи рөлі баса айтылады. Бұл заңның 3 бабында мынандай нормалар бар. Мемлекет діннен және діни бірлестіктерден бөлінген. Діни бірлестіктер және Қазақстан Республикасы азаматтары, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар діни көзқарастарына қарамастан заң алдында тең. Ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті дін ретінде белгіленбейді. Мемлекеттердің діни бірлестіктерге бейтараптығы, діни бірлестіктердің заң алдында теңдігі, ешбір дінге басымдылық бермеу арқылы Қазақстанда барлық діндерге бірдей қатынаспен көзқарас орнықтырылған. Мұны біз толеранттылық деп атаймыз. Қазақстан Республикасының азаматтары дінге көзқарасына қарамастан экономикалы, саяси, әлеуметтік және мәдени өмірдің барлық салаларында тең құқылы.
азаматтар республиканың конституциялық құрылысын дінге көзқарасына қарай күштеп өзгертуге әрекет жасағаны, қандай да бір артықшылықтар белгілегені, өшпенділікті тудырса, олардың сезімдерін қорлағаны, сондай-ақ діндарлардың қадір-қасиетін қорлағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының азаматтары діни сеніміне қарамастан заң алдында тең жауапты болады. Заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда ешкімде діни наным сенімдері себептері бойынша азаматтық міндеттерін атқарудан бас тартуға құқылы емес. Діни сенім бойынша орындалуға жататын бір міндетті басқасымен ауыстыруға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қана жол беріледі. Діни сенім бостандығының сақталуын бақылауды және қадағалауды Қазақстан Республикасының атқарушы билік органдары, прокуратура және басқа да құқық қорғау органдары өздерінің заңдарында белгіленген құзыретіне сәйкес жүзеге асырады. Қазақстан демократиялық мемлекет ретінде экстремистік сипаттағы ағымдардан басқа қандай да бір діни ағымдардың діннің қызметіне тосқауыл қоя алмайды. Себебі халықаралық актілер бар, қолданыстағы заңдар бар. Бірақ соның салдарынан кейбір азаматтарымыз әртүрлі діни ағымдарға кетіп қалып жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда менің ойымша қазақстандық қоғам үшін діни ағарту жұмыстарын жүргізу үлкен өзекті мәселе деп ойлаймын. Менің ойымша бүгінгі таңда бұл салада ел азаматтарының дүниетанымына қажетті мол білім жетіспейді. Сонымен қатар қазіргі таңда зайырлы ел деген тіркестің ішкі мазмұны мен позициялық функциялары туралы нақты түсініктемелер жасалу керек сияқты. Бұл жердегі түсініктемелер мәдени, тарихи сана мен діни өркениеттік тәжірибені ескере отырып жасалуы қажет. Сондай-ақ заманауи талаптарды ескере отырып зайырлықтың қазақстандық моделін дамыту қажет. Ол үшін мынандай іс-шараларды жүзеге асыру маңызды. Заманауи қазақстандық қоғам өмірінде діннің орны мен маңызын зерттеуді жалғастыру. Басқа ұйымдардың қатарында әлеуметтік институт ретінде діннің мәртебесін айқындайтын зерттеулерді жүргізу керек. Қазақстандағы конфессиялардың қызметтік ауқымын зерттеп отыру. Қазақстан азаматтарының діндарлығының сипаты мен үрдісін зерттеу. Діни менталитет пен азаматтық әлеуметтендіру үрдістерінің арасындағы өзара байланыстарды зерттеу. Этноконфессиялық өзгерістерге талдау жүргізу. Діни ұйымдардың әлеуметтік қызметінің ерекшеліктерін зерттеу. Сондай-ақ заманауи жаңа діннің ұйымдарының рөлін зерттеу. Аталған ұсыныстар Қазақстанның діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңында қосымша ретінде енгізілсе. Қазақстандағы зайырлықты зерттеу мақсатымен мен Маңғыстау облысының бас имамы Елжанов Ануар Ізімбайұлы мен зайырлық тақырыбын жетік түсіну мақсатында қазіргі зайырлы Қазақстанның жалпы жағдай ерекшеліктері, дүниежүзінің зайырлы мемлекеттердің тамаша үлгісі бойынша ақпарат алу мақсатында Маңғыстау облысының дін істері басқармасының басшысы Махамбетов Мақсатбек Шахзадаұлы мырзамен діни мәселелер бойынша ақпараттық талдау орталығының директоры Азат Тасболатпен және дінтанушы маманы Ғазымов Нұрланмен, теолог Ержан Бақытжанов мырзамен тамаша диалогтар құрастырып, зайырлы Қазақстанның қазіргі моделі, шетелдік және отандық тәжірибе жөнінде зайырлы елдегі жастардың болашағы туралы да мол мағлұмат алдым. Сонымен қатар Маңғыстау облысының православие шіркеуінің қызметкерімен, Маңғыстау облысының ассамблеясының этномәдени бірлестік мүшелерімен де сұхбат алдым. Тәуелсіздік жылдарында конфессияаралық және қоғамдық қатынастарды реттеуде елбасы Назарбаевтың саясатының маңызы өте зор. Зайырлы мемлекет елбасының Қазақстан 2050 стратегиясы және нұрлы жол, болашаққа бастар жол жолдауларындағы белгіленген зайырлы қоғамның басты құндылығы болып табылады. Зайырлылық ол Қазақстанның табысқа жетуінің, инновациялық дамуының және бәсекеге қабілеттілігінің арттырудың шарты. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, зайырлы мемлекет қоғамында діндар да, дінсіз де, Құдайды мойындағанымен құлшылық жасамайтындар да тіршілік ете алады. Жоғарыда аталған зайырлы қағидаттарын, зайырлы мемлекеттегі заңнамаларды мойындамаса, онда бұлар бұл мемлекетте тіршілік ете алмайды. Қорытындылай келе, Қазақстанның көркеюі мен мемлекеттік және азаматтық институттарының дамуы зайырлылыққа дамуының өз үлесін қосады деп тұжырымдауға негіз бар.